Бірнеше күн қатарынан мына көше тұрғындарының ашуы басылар емес. Үйлерінің маңында салынуы тиіс дүкеннің құрылысына үзілді-кесілді қарсы. Мәселенің ушығып кетпеу үшін жер қожайыны тұрғындармен кездесіп, мән-жайды түсіндірмекші болған. Бірақ ашуға булыққан бұқара оның сөздерін тыңдаудан бас тартты. Не нужен нам магазин. Какой магазин? Не надо. Нам надо, чтобы спилил деревья без всяких разрешений. Спилил деревья, контейнер поставил. И тут он уже полный хозяин, считай себе. Это же абсурд какой-то. Жеке кәсіпкер болса өз дегенінен қайтар емес. 2007 жылы иелігіне алған 120 шаршы метр жерге не салсам да өз шаруам деп отыр. Тіпті құрылыс басталу керек жерге контейнерде әкеліп қойған. Помните, в 2007-2008 году? Там был кризис, не до этого было. Так что... Ал тиісті мекеме қызметкерлерінің сөзінше күні кеше ғана жердің қожайыны дүкен салуға құжаттар тапсырған. Бірақ құрылысты бастау үшін оның рұқсат қағаздары әлі жоқ. Болуы да екіталай дейді. Вчера был подан эскизный проект на согласование в отдел архитектуры. Этот эскизный проект на данный момент не согласован, так как участок находится в пределах красной линии. Енді Абай көшесі тұрғындарының шағымына ақжағалылар да атсалыспақшы. Жергілікті мәслихат депутаты бұл жағдайды өз бақылауымда ұстаймын деп сендірді.